Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Фазендаға баратын боламыз. Алматыда апарып тастаймыз. Негізі олар 18-і сұранған болатын Алмат. Көршінің баласымен Фазендаға барайық деп, енді мектеп болғандықтан мектепке до конца барсын, содан кейін барамыз деп шештік. Сонымен көршінің баласын сұрап алдық. Ол да жаңағыдай Фазендаға барған жақсы көреді, малды жанындай сүйеді, барлығын біледі. Біздің балаға қарағанда біздің бала сәл-сәл енді аңқаулы, ондай жаңағыдай атқа міну, басқа да оларды әлі біле бермейді. Ал қасындағы бала атқа да мінеді, басқа да барлығын жасай береді. Негізі очки киіп алғаным қандай жақсы болды деймін, өйткені далада шаң, жел, құммен өттік қой. Қанша дегенмен де шаң болады. Папамыздың жылайтындай бар. Әр Фазендаға барған сайын машинасын жуып жатады, сөйтсем кәдімгідей шаң болып қалған. Одан кейін мен куртка апарған болатынмын. Курткам аппақ болды ғой, қара курткам. Осылай кішкене енді түсіріп алғаным бар. Кішкене араладық, ары-бері жүрдік. Бұл жерде де бізде құм, ай дала, ар жағына барған жоқпыз. Негізі ендігі барған кезде орманын аралап көрсем ба деп ойлап отырмын. Одан кейін арасында осындай кішкентай лақ бар екен, өте әдемі, сүйкімді. Бұны да түсіріп алдым. В общем, туған қойлар, по-моему, жайылымға шықпайды ау деймін, по-моему. Сондай ау деймін, өзім түсінуім бойынша. В общем, менде хабарым жоқ ешқандай. Это несін аяғын қара. Өзімнен бір дейді бұны. Саркемерден 2 қоян әкеп бердік. Білмеймін, енді қайнымыз асыраймыз дейді. Қанша уақытқа жин асырайтын көреміз. Бағасы өте арзан екен. Өзіме қоян ұнайды негізі. Өте сүйкімді. Енді үйге қайтып бара жатыр. Қайтар жолда кішігірім осылайынан түсіріп алдым. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай дала өте құм. Барып келем дегенше кәдімгідей үстің шаң-шаң болады. Қазір сіздерге қайтқан түрімді көрсетем. Түрім әбіржіп кеткен, шашым деген әппақ болып кеткен. Мінекей Фазендаға барған кезде үнемі үстіміз шаң и жаңағыдай иіс сіңіп келеді. Міндетті түрде үйге кірер-кірместен үстімізді шешіп, сразу душқа кіретініміз бар еді. Шашымды әлі де бояған жоқпын, ұзақ ойланып жүр. Мен ойланам дегенше шашым уже өсіп кететін болды. Біресе бір ашықтау түске бояғым келеді, біресе қаралау түске бояғым келеді. Негізі қаралау түсі алған болатым, әлі бояған жоқпын. Ол бізде палет. Палетті енді мен интернеттен естіп қалдым, боясаң мүлдем бояу кетпейді деп. Гарнир тез кетіп қалады бояуы, жаңағыдай бояй бересің да, а вот палет енді кішкене қиындау дегеннен кейін басқа краска алып боясам ба деп отырмын. Енді ашықтау түс, енді менде спор болып тұр, қара немесе ашықтау түс дегендей көретін боламыз. Оның үстінен шашымды да қысқартқым келіп, екі ойлы болып жүрмін. Кішкене ұшын қысқартсам ба деген ой болып жүр. Одан кейін жазды ойласам, мүлдем қысқартқым келмей қалады, өйткені жаз бізде өте қатты ыстық болады. Шашыңды міндетті түрде жаңағыдай жинап жүруің керексің. Жаздың күні мүлдем жай алмайсың. Жайым да келмейді, шын айтсам, жаздың күні. Сондықтан өсіруге тура келіп тұр ау деймін, өсіретін шығармын деген ойдамын енді. Ауылдардан өттік. Ауылда өте керемет көрініс болып тұр, өйткені қаладағы адамдар ауылға қонаққа келіп жатыр. Өйткені біз өйстіп өткен кезде постоянно ауыл тыныш болатын, көшеде мүлдем адамдар жоқ болатын. Қазір енді қарасам, кәдімгідей машиналар толып тұр көшеде, и наурыз болып жатыр ауылда. Біз азанда өткенде мүлдем ештеңе жоқ етін, кейін түстен кейін өткен кезде уже наурыз болып тойланып жатқанын көрдік. Көбінесе мен ауылдан байқайтын, мүлдем адамдар жоқ. Бұрынғыдай, бұрындар кішкене жүретін, қазір мүлдем көрінбейді. Мінекей кішкене кішігірім осылайынан түсіріп алдым. Шынын айтсам, аттарын ұмытып қалдым, бірақ енді өте керемет ауыл, барлығы жап-жаңадан үлкен-үлкен үйлер салып тастаған, үйлер өте қатты ұнады. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Кішігірім азық-түлік алдық. Ол бізде ватный диск ауыры. Бұл жерде қанша штук бар екен білмеймін. 120 штук бар екен. Бағасын астына жаза кетем. Одан кейін Cessna вермишель, осындай біреуін алдым. Үйде вермишель жоқ, анда-санда бір қуырып жегенге болады. Басқа да тамаққа қосуға болады негізі. Вермишельді бұрындар көптеу алатынбыз, қазір осындай кішкентай қылып алатын болғанбыз. Одан кейін мына жерде бізде рахат вафли сюрприз 1900 теңге. Неке осыншама. Одан кейін мен лимонад алдым, мынандай буратино.
Одан кейін био салдым кішігірім. Қаймақ, бұл бізде 15%, 25%, по-моему, 25, одан кейін 20% бар. Енді ол сәл ауырлау болады, шын айтқанда. Мынау жақсы одан да. Одан кейін кекс папамыз алды. Бұны азанда өзі таңғы шаймен ішіп кететін болады. Джин кішкене арасында шағып тұрамыз. Одан кейін өзіме шайға осындай сникерс алдым. Ана жерде бізде чоко-пай осындай біреу. Одан кейін шайға тәтті алдық мынандай. Одан кейін мынандай хозяйственный мыло алдық. В общем, папамыз осындай сабынмен жуынғанды жақсы көреді. Одан кейін томатым бітіп жатқан болатын. Осындай томат алдық. Одан кейін бізде енді осындай папамыз колбаса жақсы көреді. Таза ет бағасы 2249 теңге. Білмеймін, өзім жеген емеспін қандай екенін. Жаңағыдай помидор огурцы алған болатынбыз. Қазір оны да көрсететін боламын. Мінекей біздің алған продуктымыз қазір айтам қаншаға шыққанын. 12523 теңгеге шықты. Мінекей хозяйственный мыло 350 теңге екен. Сабын, кір сабын. Аура диск 330 теңге. Одан кейін бізде джин 920 теңге. Қымбатты екен, одан кейін барып рахат вафли, сіздерге бағасын айттым, 1900 теңге. Одан кейін лимонад 390 теңге. Цесна вермишелі 400 теңге екен. Бағасын сіздерге айта кетейін. Сникерстің бағасы 370 теңге екен. Сайрам кекстің бағасы 660 теңге екен. Кекстің бағасы 400, но асарты 2400. Печенье чоко-пай бізде 1200 екен. Мекемна асмат бізде 740 теңге. Сметананың бағасы 535 теңге. Йогурт бестің бағасы 500 теңге екен. Дұрыс айттым ғой. Үшінші потокта мынау енді бізде фазендадан келген жұмыртқа, біз кішігірім помидор, бір огурцы алдық, одан кейін алма алдық. Мінекей огурцайды көп аламайсың, өйткені ертесі күні кәдімгідей солып қалады, білмеймін. Или біз сақтауды білмейміз бе, или солай болып қала ма, білмеймін. Қазір барлығын орын-орнына қоятын болам. Очень фазендаға бардық, үсті басым бәрі шаң-шаң, шашым желден қатып қалған, в общем, жуыну керек. Дала деген өте керемет ыстық болып тұр. Прям мынандай футболкамен жүре беруге де болады. Күшті болып тұр прям далада. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін терезені жақсылап сүртіп алдым. Мінекей өте әдемі болып қалды. Бізде енді күн бұлттанып, кішкене жаңбыр себелеп тұр. Бағана азанда деген өте керемет күшті болып тұрады. Күн ысып, прям футболкамен шығып жүретіндей күн болған болатын. Мінекей түстен кейін осындай ауа райы өзгеріп жатыр. Терезені сіздерсіз сүртіп алдым, өйткені қолыма қолғап киіп сүрттім. Арғы бетін алдық терезені, сөйтіп барлығын сүртіп, арғы бетіндегі терезені алып, сөйтіп қайтадан орнына салып қойдық. Мінекей ішінде жақсылап сүртіп алдым, сыртын да жақсылап сүртіп алдым. Өйткені біздің есіктің алдына су шашты папамыз. Мінекей штативті қоюға мүмкіндік болған жоқ, тез барлығын жинастырып алдық. Одан кейін су шығаратын моторды да аштық, бетін шифермен жауып қойғанбыз ғой. Оның ішіне тағы да қосымша жаңағыдай пенопласт бар, тағы да басқа да заттар бар, солармен жауып қойған болатынбыз. Қыстың күні қалыңдап жауып қоямыз, жаздың күні бетіндегісін алып тастаймыз. Сөйтсек іші кәдімгідей су болып дымқылданып кеткен екен. Бетіндегі қалың заттарды сарайға барып тастадық. Мінекей енді судың беті ашық. Любой кезде шиферді алып қолдана береміз, в общем, моторды. Есіктің алдына су септік. Мінекей өте әдемі жақсы болып қалды. Есіктің алдын жинастырдық, лишний мусорлардың барлығын тастады. Кейбір заттарды фазендаға апару керек екен, оларды жинастырып сарайға апарып қойдық. Мінекей гүлдерінде өте әдемі керемет болып тұр. Мінекей қайта отырғызған гүлім де өте әдемі шығып тұр. Бізде күн бұзылып жатыр, найзағай ойнап жатыр кәдімгідей. Мен далада шейін біреу тарсылдатып отқан шығар десем, кәдімгідей найзағай ойнап жатыр. Күшті. Енесі тасып тұрған болады кішкене үйге таза ауа кірсін, үй кішкене кепсін деп. Сен осындай жанды жүреді. Естідіңіздер ма? Кәдімгідей жаңбыр жауып жатыр. В общем, мен мына жерде ретке келтірдім. Аналарды орнына қою керек. Қолды міндетті түрде жуу керек, өйткені бұл жер деген кәдімгідей шашылады. Қол әсіресе. Одан кейін мен мына жерде сирка жудым. Ол бізде постель. Қазір бұларды жаю керек.
Қазір телефонды өшірем, сөйтіп стирка жайып келетін болуым мүмкін. Телефон қосуға қорқып тұрмын, шынын айтсам. Далада найзағай ойнап тұр кәдімгідей. Ал беріп болса, жаңбыр кәдімгідей құйды, бірақ аспанның ар жағы ашылып тұр. Бер жағы кішкене қара бұлттанып тұр, ар жағы ашылып тұр. Уақытша жаңбыр деп ойлаймын өзім. Қазір ғана жауын жауып болды, мінекей. Енді күн шығып жатыр далада. Қазір ғана дауыл тұрып, бұршақ жауып, кәдімгідей шелекке құйып жатыр еді. Енді күн шығып жатыр артынша. Әлі де найзағай ойнап тұр, мінекей, өздеріңіз естіп тұрған шығарсыздар, может. Бұлт ары қарай көшіп бара жатыр.